Баршаңызға сәлем. Аджика салатын дайындаймыз. Қысқа жақсы сақталады және дәмді. Қызанақты жуып, 4 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Қызанақты кастрюльге құйып, орташа отта қайнатамыз. Және де бетіне шыққан көбігін аламыз. Қозғап отыру керек, себебі асты күйіп жабысып қалады. Сәбізді ет тартқыштан өткіземіз. Қызанаққа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тәтті болгар бұрышында ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қосамыз. Сарымсақты да ет тартқыштан өткіземіз. Қызыл ащы бұрыш. Тұз. Және сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып, қайнатамыз. Банкамызды дайындаймыз. Дайын болған аджиканы банкаға құямыз. Өте дәмді салат. Жасап көріңіздер. Нәтижесімен бөлісіңіздер.